Қайырлы күн. Сіздермен Аяжан. Егерде қиярды өзгеше етіп жапқыңыз келсе, чили кетчупын қосып жапсаңыз болады. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыз. Алдымен қиярымыздың түбін кесіп, 20 минутқа суға салып қоямыз. Қиярларымызды ұзынша етіп, 4-ке бөліп турайтын боламыз. Үлкен ыдысқа су құйып, суымыз қайнаған кезінде чили кетчупымызды саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі болып араластырғаннан соң сұйық май құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қант саламыз. Араластырамыз. Рецепті соңына дейін қараңыздар. Маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Каналға тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай рецептермен бөлісіп отырамын. Және де 9% яблочный уксус құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, алдын ала туралған қиярларымызды салып бастаймыз. Бұл банка өте аз уақытта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қиярларымызды жақсылап араластырып, майдалап тураймыз, немесе үкіштен өткізсеңіз де болады. Чеснок және де қара бұрыш саламыз. Оттың астын орташа баяу отта қойып, қайнататын боламыз. Мінекей қазанымыз қайнап бастады. Қайнап бастағаннан кейін ұзақтығы 10 минут қайнататын боламыз. Және де осы уақытта банкілерімізді стерилдеп, дайындап бастаймыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Мен 2 ас қасық тұз салдым. Татымына қарай салатын боламыз. Қиярларымыз 10 минут қайнап, мен стерилді банкіме құйып бекітіп алдым. Осы рецепт бойынша 4 литр шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады екен. Күтірлеп, қытырлап тұрады. Егерде өзгеше ғып жапқыларыңыз келсе, жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын баршаңызға.